Ассалаумағалейкум. Қасқыр мінез қазағым деп қояйын. Ұлан Ахмадиев бауырымыз айтпақшы. Мен енді өзімнің кішігірім кәсібімді таныстырып өткім келіп отыр енді бұлай. Енді басында бастаған кезде қарайсың ютубтан. Орысша бәрі. Таза қазақша түсіндірме өткізіп берейін сіздерге кішігірім. Менде енді burada 200 бас алған. Домашний деп алған мен, бірақ ішінде көбі брама болып шықты. Менде брама, мынандай кучинский породалар. Бұларға енді 200 алдым. Оның 40-ы өлді. Бұларға енді тәжірибе болмады. Енді бастағаннан кейін 40-ы өлді. Енді оған жүрегімді ауырады екен, өзім қарап жүргеннен кейін, өсірем деген, бағам дегеннен кейін. Бұларға енді басында старт берген. Енді өзімнің жемімді араластырып беріп отырмын. Bir аптадай болды, жақсы жеп өсіп отыр. Міне бұлар. Адамнан қорқпайды, бала-шаға үйретіп тастаған. Şimdi жақсы бір породалар жүреді. Олар енді домашний брамалар ғой бұл. Мынау енді бұлардың жатын орындары. Бірінші, екінші этаж. В общем, люкс отель деуге болады. Şimdi tuvalet, ванна. Кешке бәрі ішіне кіріп алып жатады. Мынау енді балкон. Бұл жерде енді демалыс орны деуге болады тауықтарға. Мына жерден тақиялы періштенде басында ғана. Келе. Бұлар жақсы өсіп келе жатыр. Дүндері кейбірі 3-4 болған. Өліп қала ма деген жақсы өсіп, бәрі аман есен. Тақиялы періште шауып жүр. Кейбір ішінде, кейбіреулер бой кішкентай болып қалғандары бар. Енді олар білмедім, неліктен. Және де мына жақта мен бройлер асырау. Енді бұл таза не бағытында ғой, жұмыртқа бағытында асырап жатырмын бұларды бұйырса. Бұлар жақсы өсіп келе жатыр. Аман есен, Аллаға шүкір. Дем салып өсіріп жатырмыз. Мына жерде енді бұлар бройлерлар таза ет бағытында алған, көрейін деп өсіріп. Енді мыналарды өсіргеннен кейін мынаны да өсіреміз ғой деп ойлағаным ғой. Енді бұларға енді адамның күтімі қарап. Бұлардың ең бірінші енді бұлар бір-бірін мыжып тастайды. Кейбір кезде свет өшіп қалады. Мен алдымда көбінесе көп өшіп жатыр. Ақыр кезде біреуі кетіп қалды, бұлар 103 болған. 1-3-тігі алдында түнде кесем свет өшіп қалған, мыжып тастаған, бір-бірінің үстіне куча жиналған. Қалған жақсы, әйтеу өсіп жатыр. Бұларға мен старттан бастадым жемді беріп. Және андай суға қосып берем. Энронит деген антибактериальный препарат. Бағасы да тұр. Бұларды енді андай аптекадан аласыздар ғой. Эйметрем дейме, не деймін. Раствор для
приема внутрь против коксид, там ауруларына байланысты берем. Өзі сыртында бәрі жазылып тұр, қанша миллиграмм, қанша қосу керек. 2 литр банкеге мен 200 грамм қосам. Жақсы айтты, енді өсіп жатыр бұлар. Аллаға шүкір, бұлар да жақсы өседі деген ниеттеміз. Аман есен өсіріп, ет бағытында. Бұларға енді ғана 3 күн ғана болды. 3 күн болды. Тамақ жеп, су ішіп, банканы 2 литрді тез ішіп жатыр бұлар, жақсы ішіп жатыр. Суларын ішіп, тамақтарын ішіп жақсы. Енді басында күтім керек, қарау керек. Қарап бір адам болса, жұмыста кезде бала-шағам, жұбайым қарайды. Мыналарға енді қарамаймыз, бұлар енді өздері өсіп жатыр енді. Жемдерін салам, суларын қоям, өздері жүре береді. Ал мына жақта декоративный бағытта дейді ғой, колумбийский брамалар, белый. Аяқтарын көрсеңіздер, жүндері, өздері бөліп. Шеп қылып жүр бұларда. Бұлар шөп салам жақсы ит. Жақтырып қойсам таласады. Нан. Тамаққа, үйдің тамағына үйретіп тастағаны жүр балаларым. Келеді, кіреді, соларға қызықтайды. Жақсы болды оларға. Телефоннан үйге келіп балапанға қарап. Осыларды уайымдап жүр қазір. Бұрын телефон үйден шықпаушы еді. Жақсы болды. Мына жақта енді біздің балконнан қарап тұр. Қорықпайды адамнан. Бұлар саусағыңды өстісең бірдеңе бере ме деп ойлайды. Ал енді мына жақта бізде бандитім сиіп шаптырып тұрмын. Мына жақта үйректер. О, сыртта старшылар жүр, әне. Одан 30 бас. Олар бір айдың ішінде осындай көлем 3 килограммдай жинап алды. Аллаға шүкір. 3 килограмм деген өтірік айтқан шығар, мен кішкене қосып айттым, енді 2,5. Енді 2,5 бар енді. Жақсы жинап келе жатыр. Ішінде мыналар енді бір апталықтар, міне. Мынау бір апталықтар, қасында кішкентайлары, міне. Бұларға енді 3 күн болды. 3 күн ба, 4 күн болып қалды. Бұлар жақсы бес жинап келе жатыр. Бес жақсы жинайды екен. Бұларға көп уайым жоқ енді. Бұлар кішкентайларын бірге күндіз қосып шығарып қойған, мысалы бұлай жауып, сыртын бәрін жауып, бұлар жақсы өсіп жатыр. Бұлардың породасы пекинский, бұлардан 150 алғам. Жоқ, 100 алдым, үлкендері 100 штук. 100-дің екеуі өлді, екеуінен үйде бір атешім бар, ол андай қоршауды басып қойған ғой, жай өтіп кетпесін деп. Оны басып құлатып, екеуі өлтіріп алды, мынандай үлкен. Екеуі өлді, мынандай жүрегің ауырады екен, өліп қалған кезде өзің қарап атқан соң кейін өзің қараймын деген соң кейін кәдімгі бала-шағам болып кеткен ғой өзі. Чоко деп еркелетіп қоясың. Бұлардың бассейндары, сулары. Бұлар түнде свет өшіп қалып ауылда. Бәрі жиналып алған бір кучаға. В общем, біреу кішкентайдың біреуі кетіп қалды. Бөлек жатып жүрген мына жаққа. Кеше жібере салған ғой, суға түсіп жүрген сөзі. Келмейді шығар деп. Енді наказание бұларға. Бұл кішкентай 50 штук, 3 күн болды бұларға. Қаралары бөлек барады, аяқтары да қап-қара өздерінің.
Var жақсы жинап келатыр, Аллаға шүкір. Бұлар енді жақсы өседі екен. Өсуі енді уайым қайғы жоқ, бұларға көп ауырып қала ма екен. Бұлар мына үлкендерінің біреуінің крыса аяғын в общем тартып атқан кезде құтқарып қаламын ғой. Bir аяғы шығып кетеді. Bir аяғы шығып кетті, оны емдеп өзімізше үйде баймыз екенбіз. Қарап неме істеп едік. Жазылып кетті. Үлкендермен бірге жүр, қазір кішкене 1,5 килограмм болады шығар ол. Өспей қалды кішкене. Бірақ мықты екен. Тауықтардың ондай болса сразу өліп қалады олар. Олар кішкене ауырса өзі. Білмедім, көбінен сұрадым, бәрі айтады, оның басын салып тастаймын дейді, или шығарып тастаймыз дейді. Бір-екеуін емдедім. Тауықтар енді бәрібір әлсіз болады. Бұлардың круглосуточный светтері бәрі жанып тұрады. Бірақ мен үлкендерге жақпаймын, мен өшіріп тастаймын, мен кішкентайларға жақпағым. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Видео түсірілім ұнаватса тағы да жазам. Видеоға салып қорықпаңыздар, бастаңыздар. Жақсы өседі. Енді үйде жатқан адамға мен өзім жұмыс істеймін, жұбайым да жұмыс істейді. Түнде келіп бәрін қарап, басында бастағанда 1-2 демалыс алып, өзім ішінде жүріп, түсіну керек, сезіну керек дегендей ғой енді. Аллаға шүкір бәрі жақсы болып кетті, енді өзі өсіп жатыр. Алланың құдіреті ғой, дем салып қоямын анда-санда. Өсіп жатыр.